Sözüsünde jarıgay Söylese suda dereledir Avıldın mağı terigi say Tasıgan özeni görülüdür Бұл абайдан байылмау өлең емес пе? Әрине. Оның шешен болғанын да білесіз бе? Білем, бұл абай деген қазақтың маңдайына біткен дана адам ғой ол. Сөздің де шебері, өлеңнің де шебері, ақылдың да шебері. Мен сізге абайдың шешен болғанының бір дәлелін айтып берейін. Айта ғой. Бірде Жанқұтты шешен Құнанбайдың үйіне келген кезде абай оған сәлем бере келіпті. Ол кез абайдың жас әрі елбеген шағы екен. Абайдың тапқырлығын, өлең шығаратындығын біліп естіп жүрген шешен оны қасына шақыртып бірнеше сұрақ қояды. Шырағым, дүние неге сүйенеді? Дүние үмітке сүйенеді. Көздің көрмесі бола ма? Көз қабағын көрмейді. Шам жарығының түспесі бола ма? Шам жарығы табанына түспейді. Болат пышақтың кеспесі бола ма? Болат пышақ өз сабын кеспейді. Тамағына тартпайтын мақұлқат бола ма? Өз тамағына тартпайтын мақұлқат болмайды дейді. Оның жауабына риза болған шешен енді осыған өлеңмен жауап берші дейді. Сонда абай: сіз сұңқар самғап ұшқан қиядағы, талпынған мен балапаниядағы. Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем, дүниенің жалғыз үмітте анағы. Көз көруі жетпейді қабағына, шам жарығы түспейді табанына. Өз сабын болат пышақ өзі кеспес, мақұлқат тартпай қоймас тамағына дейді деп жауап береді. Сонда шешен: маңдайың жазық екен, ойлылығың болар деп, халқыңның қалаулы азаматы бол деп өз ақ батасын беріпті. Кәне мен қызым бата берейін саған. Әуел Аллах қолдасын, еш жамандық болмасын, ақ берсін, береке берсін. Жортқанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын. Алла деніңе саулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін, білім берсін, ақыл берсін, парасат берсін. Елдің, халықтың үлкен азаматы болып білім қуа бер.